Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер. Эфирге қош келдіңіздер. Есімім Ақниет Тиханбай. Зәру білім академиясының негізін қалаушы, лайф коуч, әйелдерге уақытын басқартып үйретіп жүрген эксперт. Осы күнге дейін Зәру білім деген академияның негізін қаладым, не айтып отырмын, одан бөлек бізде жаңару атты 3 айлық әйелдерге арналған тайм-менеджмент атты тренингім бар. Тренинг – это курс емес, қыздар. Это шатастырмаңыздар, оны бір сатып алып, әйтеуір бір ақша болғанда сатып алып, сосын кейін бір қарап, өзгерермін, бір пайдалы ақпарат алып қалармын деген ниетпен өткізбеңіздер. Ондай ниетпен келмеңіздер деген келеді. Менің үйрететінім ол тренинг. Кәдімгі тренермен жұмыс. 3 ай бірге бір эфирді күндегісі күнде ашылады, күндегісін күнде қарайсыз, күнде тапсырма орындайсыз. Үлкен кәдімгідей тренермен мысалға арықтау үшін залға барып, тренер жалдап, бірге бір істеген кезде қандай сізде результат болады? Тура сол сияқты бұл результат беретін, өміріңізге түбегейлі өзгеріс әкелетін тренинг. Енді бүгін ерекше эфир болады, Алла қаласа. Енді осы күнге дейін бұл жаңару тренингіне 5 жыл болып қалды. 5 жыл үздіксіз, ешқандай демалыссыз, өзі жылына 3 рет запуск болады. Бірақ 3 рет запускты, мені запускты бір ай жасаймыз, тегін апта өткіземін. Қыздармен сосын 3 ай бойы одан әрі жұмыс жасаймыз. Одан әріде келесі запускқа дайындаламыз, сонымен ешқандай демалыссыз, кейде командамен, кейде командасыз. Кезінде командасыз істедім, қазіргі күнде уже командам бар. Үлкен кәдімгідей үкіметке рахмет жаңа, Алла разы болсын, су алдырып жатқанмын ғой. Жаңа ғана бала-шағамен магазинге барып жүріп келгенбіз. Қазір каникулдарымыз қалай өтіп жатыр, кстати, Алла қаласа каникул. Сондай бір бәріміз бала-шағаға максимально көңіл бөлейік деген кезіміз ғой. Бала-шағамен жүріп келгем. Шөлге кеттім да, су әперіп жүріңдер деп айтқам ғой. Бүгін бір ерекше эфир болады. Қазір бұл эфир шынайы екі құрбының бір-бірімен сырласу эфир деп қабылдаңыздар. Екі құрбы, мен оны құрбындай көрем уже. Жақсы қалыңыз қалай дейді, қалайсыз? Мен құрбындай көрем. Назира деген бір сондай болады ғой, бір жүрегі ашық, жарқылдаған, көңілі кең қызда. Аллахтың қалауымен маған келген қыздар, мен Құдайдан сұрап алдым деп айтам. Мен сіздерді кәдімгі қағбаның алдында тұрып сұраймын. Аллах маған лишь бы сату емес, маған лишь бы результат деген қыздар келсе ғой. Өмірін бір сәл болсын өзгеруіне мен өз үлесімді қосып кетсем ғой деген ниетпен кәдімгідей осы білімге зәру қыздар келсінші деп сұраймын. Чоко, ассаламу алейкум, алейкум ассалям. Сондықтан енді бұл Назира, ол өзінің қандай қылып айтсақ болады, қазір өз историясын айтып берер. Назира бұл жерден максимально результат алып кеткен қыз ғой, максимально. И до сих пор ол қызның тренингті бітіріп кеткеніне 3 айдан артық уақыт болды. Бір қызығын айтайын ба сіздерде, например, тренингті бітіріп кеткеннен кейін 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл бұрын бітірген қыздардан отзыв аласың ғой. Вообще басқа адам ғой. Каждый жыл сайын бұл білім сізге өмір бойға дейін, қабірге түскенге дейін, және ақыретте сізге пайда келіп отыратын білім. Себебі ұрпақ тәрбиесі бар. Өз адам деген бұл дүниеде артынан бітпейтін 3 түрлі сауабы бар дейді. Біріншісі ұрпағы дейді да. Біз Аллахтың қалауымен ұрпағымызды дұрыс тәрбиелеп кетсек, ертең ақыретке дейін әкелетін ілім ғой. Сонда бір қызығы, уақыт өткен сайын отзыв алсаң қыздардан, түсінесің, глубинасын кейін түсінеді. Дәлме-дәл отзыв беретін қыздар бар, бір керемет бар онда отзывтар, бірге бір беретіндер. Мені бітіріп атқан кезде тренингтің барысында себебі өзгерістер болып жатады ғой. 3 ай өтеді, әбден осознавать етеді. В основном тренингті соңғы апталарына келген кезде түсінеді, в чем был смысл тренинга. Почему бұл жерге келді? Аллах тағала неге етіп бір жүрегіне салып қойып осы тренингке жаңа қатысу нәсіп болды. Кейбір қыздар ең соңында бірақ түсінеді. Кейбір қыздар болады, бұл Назираның ерекшелігі, ол тренингті 15-ші потокта бітіріп кеткен. Ән отзыв берем, мен отзыв берем деп жүрген, қазіргі отзывы мен ойлаймын 3 ай. Отзыв емес бұл. Бүгінгі эфир әбден 3 ай сыналған, почти 4 ай. Бұл кісі декабрьде бітірді, мен уже апрель болып қалды. 4 ай бұрын почти бітірген.
Назира, қайырлы күн. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіздің қалыңыз қалай? Мхм. Жақсы. Мен эфирге енді бірінші рет шықтым. Ештеңе Сол етпейді, үшін бәрі содан басталады. Өзіңіз, технический нәрселерін істеп. мхм. Барынша шынайы болыңыз, екеуміз ештеңе договариваться еткен жоқпыз. Барынша айттым, сіз не 4 айда сіз бұл тренингті от и до сынадыңыз. Это не такой тренинг, что андай эмоциямен, да, вот вау, бүкіл группа бітіріп жатыр, мен де сондай емес, әбден 4 айда бұл қайтадан сынап, бір сынып қайта тұрдыңыз деп ойлаймын мен. Болды ма ондай? Иә, конечно, иә. Мен деген қазірдің өзінде сол тренинг барысында жүрмін ғой әлі. Қалайсыз? Вообще мен андай бүгін бар ғой, бір арқамнан бір кәдімгідей ауыр жүк түсетін күн болып тұр. Өйткені мен деген отзывты берем деп сразу бірінші шыққан отзыв берем деп. Сіз Астана қаласының оффлайнға келген кезде сол кезде отзыв берем деп отзывымды, шынайы отзывым көз жасыммен төгіп кеткен қыздардың бірімін. Сондықтан мына бүгінгі отзыв бізде от души кәдімгідей қанша уақытқа атқылап кетіп жүрген отзыв менің жұмысым бойынша. Оның себебін де айтамыз. Бірінші таныстырып кетейін, иә, өзімді. Иә, таныстырып кетіңіз. Мен Астана қаласынан, есімім Назира, 33 жастамын. Жалпы 2 баланың анасымын, отбасым бар. Одан кейін оқу орталығым бар, Азире деген. Өзім мұғаліммін. Сол тренингке жалпы келер кезде мен негізі тренингқа келем деп ойлаған жоқпын. Мен негізі ешқандай жаңағы шынымды айтайын, бір тайм-менеджментті өміріме енгізіп жатқам негізі. Өзімнің жалпы оққаныммен, түйгеніммен, қарайсың ғой, анан қарайсың, мынан қарайсың деген сияқты. Бір соған бір жарым, 2 жылдай негізі келе жатқанмын мен бір осыған. Негізі мен пісіп келе жатқан сияқтымын да, оны кейін түсіндім енді, ол кезде білмеймін ғой енді мен. Сосын мен негізі профессиональный бір обучение алам деп жоспарлап жүргем. Негізінде. Қатып қалатқан жоқ қой, иә? Жоқ. Профессиональный обучение алам деп жоспарлап жүрдім. И сосын маған реклама шықты. Жаңағы реклама шықты. Сосын мен өзім андай типті адаммын, тыныш қана қарап отыратын адаммын да. Сосын мен 1 апта тегінге тыныш қана қатысып отырдым. Іштей бірақ андай пайда болды менде. Чотта мына білім маған қатты керек сияқты деген сияқты болды ғой. Бірақ миымда негізі басқа нәрсе болып тұр ғой енді. Миымда мен негізі профессиональный оқуым керек болып тұр. Бірақ анау жүрегім тартып тұр да ана обучениеға. Чотта содан андай бір қатты менің неме білім керек сияқты болып сөйтті де, жүрекпен келдім деп айтсам болады сразу. Жүрекпен бір жүрегімде сезім болды. Сосын мен еще ол пакетке ол уақытта менде ақшам жетпеді. Мен бірден жаңағы ол кісіге жаңағы Бақа ханымға жаздым. Мен нақты қазір жарты ақшасын төлеймін. Жарты ақшасын сразу мен конкретно жақсы көргені осы 2 аптаның ішінде сразу төлеймін деп сөйтіп жазылдым мен. Бірақ Аллахтан ниет еттім сразу. Осы білім маған қайырлы болса, сразу тез ақша да табыла қойды. Жаңағы жүрегімде ешқандай бір ожиданиесіз, ештеңесіз енді уже курс алып жүргеннен кейін бір сездім мен сразу. Маған керек курс деген сияқты. Сөйтіп келдім. Ол кезде мен запросым андай болатын. Мен мақсаттарды қоям, и мақсатыма тезірек жеткім келетін ше. Бірақ қалай жете алатынымды мен негізі білмейтінмін. Бірақ сол кезде мысалға енді сол кезде ойлап отырсам, былай қарасаңыз, сіз бірінші аптада сіз кішкене андай рутина жағын, тазалау жағын айтып жатсыз ғой. Ал мақсатқа қалай екен, мен запросым бірақ сол болып тұр, мақсат болып тұр ше. Мен кейінгі уақытта сол өзімнің действительно қалаған нәрсеме жеттім ғой түбінде мысалға. Сол жаңағы рутинаны реттеу арқылы, сол приоритеттерді қою арқылы мен өзімнің действительно өзім запросымның жаңағы нәтижесін Аллах тағала жаңағы ұмтылғанның қарымын алады демекші, мен ұмтылғанның қарымын алдым. Рутина деген мен үшін негізі андай қатты бір андай болмайтын бір болады ғой, бір үй жинайын ба, бір тамақ істейін ба деген сияқты болмайтын. Мен бір оны кәдімгідей істеу керек деген сияқты, оны шаршап етпейтін. Бірақ мысалға рутинаға келсем, рутинадан келген білімде маған сразу бірінші күннен бастап жаңағы не бар ғой, не деші еді анау ақ жапқыш киюді не деп айтатын еді? Экипировка бар ғой. Сол экипировкада мен бірінші миым қарсыласа бастады бірінші кезде.
қалай кием мен алжапқыш деген, мен өйткені алжапқыш киіп көрмеген ғой басында. Қалай алжапқыш кием, қалай не істеймін деп, соны киіп бастаған кезде мен сезіне бастадым, оказывается дым жаңағы, бірақ уақыт сезінесің ғой ол кезде. Ол кезде уақыт сезінесің, ол кезде түсінесің қай нәрсе қайда кетіп жатыр уақытың. Мысалы біз жаңағы кухнядан шықпаймын деп өзінше жертвовать етеміз ғой. На самом деле оған өзіміз кінәлі екенбіз ғой жалпы. Созып бір тамақты жүре береді екенбіз ше, ана айналып ше, кухняда ананы істейсің, мынаны істейсің деген сияқты. Сол қарапайым әрекеттерді бастапқы 2 апта қарсыласып жүрдім мен істемей. Андай істей салам, беткі жағын істей салам, сөйтіп жүрдім. Сосын ол жақта бір жақсы, біз анализ жасамыз ғой. Анализ жазамыз, басқа анализдерді оқимыз мысалға. Мен стандарт пакетпен қатыстым да. Стандарт пакетпен қатысқаннан кейін, соответственно, басқалардың анализін, басқалардың разборларын жақсы қарайсың да. И сол кезде мен байқа бастадым, көп қыздар кәдімгі стремиться етіп, оны киіп, бәрін жасап жүрді. Сосын мен өз-өзіме анализ жазғанда айттым да, Назира, сен қай жерің кем? Алдың ба білімді? Жаңағы не надо возвышаться, ки деген сияқты. Киіп, істеп моментінде, сосын соның жемісін көре бастадым енді. Сол рутинада жаңағы тез жасап тастау, 15 минутты қою, жаңағы кәдімгідей таймердің уақытын сезіне бастадым деп айтсам болады рутинада. Сол рутинамды өзі как бы қатты проблема емес еді, бірақ одан сайын упрощать етіп жүрді. Шынымен де менің өмірімдегі рутинамды одан сайын кәдімгі жақсы упрощать етті. Өйткені мен енді жұмысым болғаннан кейін, тағы жаңағы личностный рост жағынан болғаннан кейін, рутинаның бір белгілі бір көбірек проценті болатын болса, соответственно, ол азайды, и мына жаққа көбірек уақыт бөлінді деген сияқты. Сол енді нені неме дешіт, ең бірінші менің нәтижелерімді айтсам, жалпы мен бірінші уақытта не істеген болатын? Бір кабинеттен, мен жаңағы нейропедагогпын да өзім, балаларды оқу техникасымен жұмыс жасаймын, миын дамытумен айналысам. Мен сол уақытта бір кабинетте жұмыс жасап отырғам. Шыны керек, біз ноябрь айында бастадық қой. Ноябрь айында бастадық, күнде анализ жазамыз, күнде жаңағы өмірің реттеле береді өзі. Өзің байқамайсың қалай реттеп жатқанын. Өйткені сен күнделікті өзіңнің өміріңе со стороны қарайсың ғой, бүкіл сфераңа ше. Ол сенің жұмысың да бар, ол сенің үйіңде бар, ол сенің отношенияң да бар, күйеумен, баламен отношения, барлық жаңағы өміріңнің бөліктеріңе со стороны қарап, отырып, тоқтап, анализ жасағанда сенің өмірің өзімен өзі реттеліп келеді. Өйткені мен жаңағы ең бірінші риза болатыным осы курсқа. Маған действительно мен өзімше ойлайтын, өзім анализ жасай аламын деп. Оказывается, мен анализді дұрыс жасай алмаппын сол уақытқа дейін. Менікі жай ғана бір беткі жағы ғана болды да, глубинасына кірмеппін. Сол анализ жасау арқылы мен өмірім ақырындап реттеліп, миым реттеліп, қағаз техникасын қолданып, қайта қолданып еще, соны қолданып, бүкіл айтпаймын, мен шынымды айтайын, берілген білімнің 100%-ын қолдандым деп айтпаймын. Қолданып, деп үлгергендерімнің соның нәтижесінде, міне Аллах тағала ноябрь бір айдың ішінде ғой, енді бір айдың ішінде аяқ астынан инвестор табылып, аяқ астынан болды барлығы. Шын міне Аллах тағала куә, инвестор да пайда болып, жұмысымнан жаңағы бір кабинеттен 4 кабинетке, үлкен квадрат метрға мен оқу орталығын, кәдімгідей үлкен оқу орталығын аштым. Керемет. Керемет. Енді бұл бұрыннан болған идеяңыз бе еді? Әлде тренингтің барысында мақсат қойған кезде шықты ма? Қайдан шықты бұл запрос? Негізі бұл менің түбінде жатқан мақсатым еді негізі. Бірақ оның орындалу уақыты мен үшін ұзақ сияқты болатын. Мысалы, біз қандаймыз? Біз жалпы мақсатты уақытпен шектемейміз ғой. Біз аламызда мақсат қоя саламыз, ол мақсатқа біз бір дедлайн қою деген нәрсені шыны керек, оны ешкім қоймайды. Оны просто бізде бір миф қоямыз, бітті. Қашан жетеміз, қалай жетеміз, оны бас қатырмаймыз. Ал хотя бас қатырсаң, ол жаңағы менікіндей, хоп деп бір айда
жасалып кету мүмкін да негізі. Мхм. Мен ойлаймын, ол жерде бар ғой, мен сізге де сол тренингқа жаңағы біз офлайн кездесуде айттым ғой. Бұл жерде кез келген адам, кез келген тренингқа просто так келмейді ол. Ол жерде Аллах тағаланың саған деген бір, енді мен айтқандай шексіз мейірімі ғана. Өйткені саған дәл қазіргі уақытта қандай білім, қандай көмек керек екенін тек Аллах тағала ғана біледі жүрегіңнен. Ал мысалы мен айтып отырмын ғой, мен миыммен өзімше ананы істеймін, мынаны істеймін. Сонда қарап отырсам, егер мен қазір профессиональный білімді алатын болсам, скорее всего, оның жемісі басқаша болар ма еді. Мысалы, мен қазір сол алатын білімді алдым, мысалға. Соны мен қазір жүзеге асырып жатырмын. Өте тез жүзеге асырып жатырмын. Кәдімгідей бар ғой, менің бір өмірім, өтірік айтпай ақ қояйын, 4x болып кеткен сияқты. Содан кейін ше, өзім таңғалдым. Баракалла. Жанымдағы адамдарға да өзім кәдімгідей ауыз толтыра айтамын, мен өзім деп қалған адам ғой, бәріне айтамын ше. Мен, я вообще не ожидала деп ше. Типа, как это деген сияқты бар ғой. Потому что... Енді қарашы, мына кезде көп қыздар сұрайды ғой, мынандай бір не бар да, Ахмет, сіз бізге ондай курс сатасың, ақша табуды үйретпейсің дейді. Сен бізге ақша табуды үйреткенде мүмкін расымен боль сондай ғой. Қазір егер мен бір обучение жасасам, например, айына 1 миллион табатын боласың, өз кәсібіңді ашып кетесің, сондай курстар атады. Ал сен рутина, міндетіңді мойныңа ал, сен әйелсің, анаусың, мынаусың, андай өзі так қашып жүрген адамдар алғысы келмейді. Оны айтады, сізден көрі мен андай бір обучение алып тұрмын. Енді рас, иногда болады оплатасын беріп қойып, сен айтады, маған басқа обучение шықты, мен соны алып жатырмын, массаж оқимын, ананы оқимын, мынаны оқимын, бизнес ашамын дейді. Сіздікін кейін алам дейді. Мен оларға жарайды деп қайтарып берем ақшасын, бірақ тренинг басталғанға дейін ғана қайтарылады, кейін қайтарылмайды. Кейін уже сіздің нәпсіңіз просто же не хочет работать. До этого өте осознанно келіңіздер. Менде давить етіп, Назира деп звондаған жоқ қой, сізге ешкім сатқан жоқ қой. Назира алшы осындай. Мен сатпаймын, мен сондай бір адам, басымда Құдай сақтасын, енді бір Құдай өзі кешірсін, коронам бір. Мен ақниетпін, беріп жатырмын, өзім таныстырдым. Керек па ол білімге, сен зәрусың деп айтамын да. Аллах тағала сол қыздардан результат шығарады. Егер жаппай call to action'ның бәрін қосып біз сатсақ, біздің тренингіміздің результаты 50% или 30% болып шығады. Потоктың. Неге осознанно қыздар келеді? Потому что әбден ойланып, жүрегіне кіріп кетеді, ұйықтай алмайды. Тегін аптада, уже бірінші аптадан кейін уже не могут, ана 5 жұма, сенбі, жексенбіге келген кезде ол уже жылай бастайды, ана қалып қойған үшін. Солай келеді. И сондай қыздар қадірлейді ғой ол. Енді қарашы, осындай жаңағыдай маған ақша табуды үйретпейсің, мен лучше профессиональный білім алам. Сізген қарағанда, сізге кейін бір келермін, иә, келмеймін деп айтпайды ғой. Кейін бір келермін деген қыздарға бірінші қайда бару керек? Вот соны айтып жүрсең. Енді өкінесің бе бірінші профессиональный білім алып емес, осы өміріңді бірінші реттеп алғаныңа мысалға? Жоқ, әрине мен өкінбеймін, өйткені айтып отырмын ғой, мен скорее всего емес, точно ғой, уже профессиональный білім алсам, менде өзімде жалпы реттілік андай еді, шашыраңқы еді ше, менде кішкене хаос бар еді өмірімде. Ол шын мойындайтын нәрсе. Мен еще өзім жақсы мойындай аламын да оны. Көп адам оны мойындай алмайды. Бізде әйел адамды жалпы былай ғой, білім өскен сайын әйел адамның эгосы өседі да. И сондықтан да бізде қазір кішкене жаңағы осы міне профессиональный ақша деп, енді ол адамның құндылығына байланысты ғой. Егер ол қазір өміріне құндылығына ақша қойып тұрса, күндердің күнде оның басы соғылып, мұрны қанап, кейін ол түсінеді құндылықты ауыстырып жіберген. Өйткені жалпы мен өзім ойлаймын, әйел адамның өзінің ішкі қажеттілігі болады ол. Ол адамның өзінің фитрасы дейді ғой. Аллах тағаланың сені жаратқан фитрасы. Сен бәрібірде мысалға жоқ құндылығым ақша дегенмен іште сен отбасым деп тұрасың, бала шағам деп тұрасың. Бала шағаң жоқ болса да сен ішкі бір стержень болады ғой адамның. Қанша сен миллион тапсаң да, ол сен ішкі стерженіңді жаңағы... Обычный махаббатқа зәрумін, жаным қалың қалай деп жазған смс-қа ғой. Күйеуіңнің обычный бір кофе алып берсе соған зәруміз біз. Миллиондап тап, күйеуің тауып келген берген 100 000 теңгесі бақыт. И ол мысалы даже мындай да сұрақ болуы мүмкін ғой ол әйелде. Ол рутинамен махаббаттың не қатысы бар деген сияқты, күйеудің не қатысы бар деген сияқты. Соны айтыңызшы. Логикасы жоқ адамдар мысалы деп қояды өзінше. Жоқ. Жалпы енді бізде былай ғой, әйел адамға сыртқы көзқарас, жалпы әйел адам емес, ер адамға да керек ол. Но сыртқы көзқарас қой сол. Мысалға айтайық, обычный
жаңағы өмірде жүрген әйел адам, иә, мысалға, обычный әйел адам. Онда екі таңдау бар. Ол өзінше ойлайды, қазір мен ақша тапсам ер азаматтың алдында құнды болам деп ойлайды мысалға. Бізде енді көбісі қазір жарқыраған өмірге қарайды, сөйтіп ойлайды. Мен ақша тапсам ғана құндымын, немесе ақша тапсам ғана мен күйеуімнің алдында жаңағы бағалымын деген сияқты. На самом деле олай емес. Күйеуге сіздің жаңағы біздің ақша тапқанымыз керек емес қой. Оған кәдімгідей обычный әйел керек ше. Кәдімгідей әйел. Халаты бар, экипировкасы бар. Еще ішінде жүрегі бар әйел керек та. Біз ол жүректі қосу үшін бізге тыныштық керек та. Тыныштық қосу үшін ол бізде миды реттеу керек. Миды реттеу үшін бізге тайм менеджмент керек. Вот сізге мысалға неше логиканың цепочкасы ше. Сол үшін мысалға мен, например, өзім стандартқа қатысуымда себебі бар. Мысалы, мен өзім бұған дейін біраз психологпен жұмыс жасағам, біраз өзіммен жұмыс жасағам. Айттым ғой, нянямды да жалдаған едім, бәрін де жалдаған едім, бірақ Аллахтың қалауымен, Аллах тағала маған жеңіл көркем түрде жаңағы өзімде шынымды айттым, ата-анамнан алынмаған білімді мен тренингтан алдым деп. Не үшін? Өйткені ол жақта разбор жасайсыз ғой. Сол разборда әркімнің әртүрлі, неше түрлі оқиғалары бар да. И менің мысалға өзімнің бір фишкам өмірдегі, мен Аллах тағала маған сабақ бергенше мен жанталасып анализ жасаймын да, анау адамның өмірін. Жасайтын тағдырлар болады ғой. И сөйтіп жанталасып, маған мынаны жасамау керек, маған мынаны бүйтпеу керек деп, мен ананы уже практикаға қолдана бастаймын ше. Мысалы, бізде болды бір қыз бала, сіз білесіз, випта болды. Оның жаңағы тағдыры маған ұқсаған болды да. Ата-анасынан жаңағы ерте айырылған екен. Қыз өзінің қызымен қатты қиыншылығы болды. Соны ол біраз уақыт жазды. Менің қызымда осындай қиындық болды, жаңағы суицид жасағысы келді деп. Мен сол нәрсені тыңдағанда мен қатты жыладым. Өйткені ол нәрсе менің басымнан да, Құдай сақтасын, түсіп қала жаза болатын еді. Өйткені ол да кішкене қызына енді қатты қарап қояды екен, мен сияқты. Мен де қызыма қатты қарап қоям. Өйткені оның да бір балалық кезімдегі себептері де бар да. Сол мысалға мен элементарно, мен даже разбор тыңдаған өзінде де мен біраз нәрсені өзіме сабақ ретінде алдым ше. Қалай балалармен қалай жұмыс жасамау керек. Өйткені ол кісі уже пропустила же те ошибки. И менде андай болды, я не должна пропускать эти ошибки. Я не хочу так. Сол нәрсені өзім, мен сол үшін тренингтер жылап қалған болатын. Өйткені оны бізге ешкім үйретпейді. Даже, может быть, ата-ана болған жағдайда да, может, өйткені біздің ата-анамыз өз өмірімен арпалысып жатады ғой енді, шыны керек. Ол кездің заманы басқа. И мен сол кезде өзіме қатты андай болады ғой. Соған қатты еще риза болдым. Это же не зря же, мысалға, адам өзің тыңдау керек затын ғана тыңдайды да, эфир өтеді, өзің жаңағы керек нәрсесін ғана тыңдайды ғой енді өміріне. Сондай нәрсе енді. Тамаша, мақсаттарда расширение болды. Енді расширение обычно, обязательно финансовое расширение болды. Енді үйде отырған қарапайым әйел емес, кәдімгі педагог қой, бізге келіп отырған. Онсыз да бизнесі бар. Няньканы да жалдап көрген. Енді соны айтқым келіп тұр да, бұл жерде көбісі ойлайды, жаңағы үйде отырған әйелдер мүмкін декретке шықпай, жұмысқа шықпай, қолы бос әйелдерге арналған тренинг шығар деп. Керісінше қолыңыз бос болмаған сайын бұл тренинг сіздерге керек. Мен соны айтқым келеді да, сіздің қолыңыз қаншалықты бос емес, сізге соншалықты керек. Және білесіз, бұл жерде енді балаңыздың тәрбиесіне қатысты жаңа айтып қалдыңыз. Енді ол қыз отзыв берген жоқ. Ең күшті результаттар алып кеткен қыз, жаңағы күйеуімнен ұялам, жалпы ұялам, бергім келмейді деп айтты. Ол даже Алматыға тұрады, Алматыға кездесуге де келмеймін деп айтты. Бірақ результатты күшті алып кетті, это нормально. Мен оны айтам, мен сіздердің жаңағы отзыв деп, мені постоянно үйт деп айтпаймын. Беріңіз келе ма, беріңіз деп. Енді сіз оның отзывын айтып кеттіңіз же, мысалға қызы қолын қайта кесіп, чолка кесіп тастап, өзі әдейі, өзіне қастандық жасады. Анасынан махаббат алмағандықтан да болуы мүмкін деп. Енді үлкен разбор болған, ол кезде групповой жыладық, бәріміз жыладық. И сізге сол нәрсе әсер етіп кетіп отыр ғой. Енді өзіңіздің балаларыңыздан қандай бір өзгерістер көрдіңіз осы 3 айда? Неге мен жеті ұрпаққа жететін білім деп айтам, соның дәлелі ретінде сізде болды ма сондай бір отзыв? Әркім әртүрлі алып кетеді ғой, ниетіне қарай. Қандай ниетпен келдің, соны алып кетесің. Сіздің ана сөзіңіз бар ғой.
жаңағы ер адам қаншалықты ғалым болса да, барлығы анасына байланысты деген ең бірінші иә, эфирдегі мұхтар сөздер әуезовтің болды. сөзі бұл. Иә, Мұхтар иә, әуезов сол Абай сіздің жолын сөзіңіз. жазып кеткен. Иә, Представляете, иә. Абай жолын жазып кеткен жазушы Мұхтар әуезов айтады. Сен әкесі қанша бизнесмен болсын, ғалым болсын, қазір тілмен айтсақ бизнесмен ғой енді. Тіпті мектеп директор болсын, балалары двоечник болуы мүмкін. Шейх болсын, балалары наркоман болуы мүмкін. Имам болсын, балалары дұрыс емес жолда жүруі мүмкін. Неге? Кімге байланысты бәрі дейді. Үйде тезек теріп, от жағып, ешкі сауып жүрген. Енді қазір мен айтқанда ештеңені алмай жатырмын, бос отырмын, баламен декрет отырып қалдым, ештеңемен айналыспаймын деп жылап өзіңіз жертва отырсаңыз, сізге байланысты, сіз бос отырған жоқсыз. Соны жеткізгім келеді ғой енді. Ал енді жұмыс басты әйелдер, мысалға бала тәрбиесінде тренингке қатысқаннан кейін сіз сияқты жұмыс істеп жүрген қыздар қандай результаттар алып кетеді? Сіз қандай алдыңыз? Мен анализ жасап жүрген кезде, сол кезде мысалға байқайсың. Мысалға күнделікті сен қаншалықты уақытыңды бөліп жүрсің балаларыңа. Сен не істеп жатсың жалпы деген сияқты ғой. Даже мақсат қойғанда да біз, мысалы мен өзім лично былай екенмін да, мен баланы дамыту жағынан енді 5-ке орындаймын да, оның бәрін Асыз енді ғой. өзім беріп Өзінің профессия болғандықтан. Иә, оны жаңағы курсқа жазу, тарсылатып тасу деген сияқты нәрсенің бәрін керемет жасаймын енді. О жағынан базар жоқ. Бірақ жаңағы отырып, мысалы енді ертегіні оқимын, бірақ көрдіңіз ба, сол сияқты жаңағы одай ғой, жүрек қой. Жүрек қой бізде. Хотя мен енді бар, енді жүрек бар, не бар, бірақ менде маған ана қатты сөз, жаңағы қатты не өтті да, сіздің жаңағы қиссалар оқу деген сияқты бар ғой балаларға. Сіз еще оны тереңдетіп түсіндірдіңіз, мен тақырыптармен. Қиссаны примермен түсіндірдіңіз ол эфирді, бала тәрбиесінде. Жаңағы сол кезде мына баланың алдында қандай сен анасың деген бар ғой. Қандай анасың жаңағы. Мен еще күліп, есіңізде ме, айттым ғой, құт-құттап тауық едім деген сияқты. Жартылай тауық болдым, жаңағы қыран құс болдым дегендей. Вот мен балалардың алдында, бірінші бала тәрбиесіне қатысты баланың алдында қандай анамын деген сұраққа өзім жауап іздедім. Мен шаршап қалам енді, шын. Жұмыста болам, ой жүреді, не жүреді, соны. Иә, сол шаршап қалам, шында мен көбінесе шаршап жүретін ана болатын. Көп жаңағы күле қоймайсың енді, шын ғой енді, шаршап келесің, сонымен ана бәрін автоматик болып кетеді. Ол өтірік емес ше, енді бәрімізде бар ғой адам болғаннан кейін. Бірақ сол кезде, мысалы, содан кейін тренинг барысында мен уақытты көбірек бөле бастадым. Кәдімгідей көбірек. Не так, что обязательно кітап оқу, бірдеңе сияқты емес. Просто так ше, просто так. Сөйлесу. Просто сөйлесу. Күнің қалай өтті? Иә, просто сөйлесу, иә. Қызымен өзі бұған дейін мен тоже өзі бір сезім келіп, тоже курс оқып сөйткен болатын, қызыммен көбірек уақыт бөліп, одан сайын өзі ычы-пычы деген қыздармен көп қой. Сонымен кәдімгі қызымен душевно көп сөйлесіп, қызым қазір мысалға, қызым кәдімгідей жанында бір подушкам сияқты бар ғой. Кәдімгідей бір, мысалға біз уже тренинг өткенімізге жарты жыл болды ғой, міне, жарты жыл болды. Міне сол жемісі сол болды. Енді ұл балам менің өзі больше эмпат бала. Ол өзі мен күліп жүрсем күледі, мен бүйтіп қалсам сөйтіп қалады. Қызыммен больше результат жақсы болды ше. Кәдімгідей душевно күшті сөйлесіп, жаңағы. Ол просто андай болды. 8 жаста. Тамаша, уже подругаңыз ғой? Я уже подругам. Я просто айтып отырмын ғой, менің нем бұған дейін мен осыған келе жатқан едім да, бітті қадаммен. Бірақ сол кішкентай қадамдардың кеңейді. Расширение всех своих вот, потому что неге менде біраз миыңда адамда реттілік пайда болғанда, адам өзі жан қалауы ашылатын сияқты да, менің ойымша ше. Ал былай егер сенде миың реттілік болмаса, сен өзіңді тыңдай алмай қаласың да, негізі. Бәрін білесің. Бәрін білесіз ғой, Назира, сіз ақымақ емессіз. Оқығансыз, тоқығансыз, өте жоғары білім алдыңыз. Жаңағыдай балалардың нейрондарын дамытуды білесіз. Сіз бәрі эмоциональный мамаға байланысты екенін бәрін білесіз. Просто сіздің өміріңізде миыңызда реттілік болмағандықтан автоматик болып кетеді. Тамақ істе, адам бейт, сөйт, жу, кейін барамыз, үйтеміз, бүйтеміз деген сияқты. Тут именно сізге анализ қосылды. Балада проблема жоқ қой. Мен всегда айтамын.
хоть подросток бала болсын, проблемный бала ма, проблема балада емес. Это всегда проблема мама папасында. Либо екеуінің отношениясында, либо сіздің балаңызға деген қарым қатынасыңызда, либо уақытында дұрыс шешім сіз шығарылмағандықтан, сіз өспегендіктен, сіз есеймегендіктен балада қате кетеді. Әйтпесе олар аппақ парақ қой дүниеге келген кезде. Аппақ парақ. Енді соны қандай сурет саласыз, ол сіздің шеберлігіңізге байланысты, Аллахтың қалауымен де. Өте тамаша, өте күшті. Жолдас сізбен қарым қатынас. балаға қатысты айтып кетейін дегенім сізге бір нені Аллахтың сізге берері көп болсын. Өйткені енді мен қазір как руководитель центра, мысалы мен күнделікті маған кем дегенде мысалға 2-3 диагностикадан жазылады да, енді минимум дейікші, мысалы бір айда мысалы жоқ дегенде 20 ана алдыма келеді ғой. Сол алған білімді мен сонда да айтам ше, өйткені бізде білімнің базасы бар ғой, фундаменті бар да, білімнің фундаменті бар. И мысалы мен сол сізден алған білімді көрдіңіз, сіз арқылы Аллах тағала одан сайын получается көп ата-анаға жетіп жатыр, өйткені пайда болып жатыр, соны айтқым келеді. Потому что бізде мынау не ата-ананың жаңағы несін көрдіңіз, мен өзімнен өткізгеннен кейін ғана оны кәдімгідей как есть айта аламын да. Мен сондықтан сізге айтармын, сол мынау білімнің жемісін жалғыз мен ғана емес, мен сіз арқылы тағы да мысалға жоқ дегенде айына сіздікі былай сауабыңыз бүйтіп ағылып жатыр деп па, соны айтайын Алла дегенмін. разы болсын жаным. Сол вот сөзіңіздің аузыңызда менде Диана деген қыз бітірген, Қарағанды қаласында Қалам деген орталықты ашты. Ол сізге сіз сияқты емес, ол маған келген кезде осыдан ол 6-шы потокта бітірді. Ойлашы, сіз 16-та бітірдің, 15-те, ол 6-да бітірді. Бір 3 жыл өтіп кеткен жер ол кісінің бітіргеніне. Қазір 2 орталығы бар Қарағанды қаласында. 5-ші қызын туып үлгерді ортасында. Арықтау бар. Ол Инстаграмды кәдімгі жүргізіп жатыр да. Қалам орталығын ашты. Бұрын үйде маған келгенге дейін 5 қызды үйде оқытатын, 5 баланы. Енді сол қараңшы, осы недавно тағы ол эксперт. Мен де сізден жан баламға эксперттік бір сабақ алғым келеді. Енді сіз өзіңіз рұқсат етсеңіз, жаңа айтасыз, сауабыңыз тиіп жатыр. Сіздің де сауабыңыз. Алло? Іліміңіз бар ғой. Сіздің іліміңізді мен жан баламға, басқа аналарға да пайда болсын деп сұрағым келеді. Хотя бы 1-2 эфир. Сол Диана деген қыз осы жан баламға береді. Жалпы үй жағдайында баланы қалай оқыту керек, сабақ. Сонда бір айтып кеткені бар. Мен сразу көріп қоям дейді. Өзім тайм-менеджмент өткеннен кейін, анасында тайм-менеджмент жоқ балада результат болмайды дейді. Қанша оқытам, бірдей оқытам дейді. Мен педагогпын ғой, алдыма 20 оқушы, 30 оқушы отырады, бәріне бірдей берем. Мен біреуге артық, біреуге кем бермеймін дейді. Бірақ именно анасында үйінде режим жоқ, анасында тайм-менеджмент жоқ, балаларда сабағында результат болмайды дейді. Сосын мен айтам дейді, бірінші сен қатышы тренингқа, сосын сенің баланда результат болады деймін. Екеуі бір-бірімен қара взаимосвязан деп айтамын дейді. Мен ана ретінде сен осындай тренингті бітіріп аш, балаң ұшат деп айтамын дейді. Ұшат кәдімгідей. Сол сіздің айтқан сөзіңізден не кеп тұр да маған. Жаңағы идея келіп жатыр. Сізден де сұрағым келеді сондай бір сабақтар, таусылмайтын, үзілмейтін сауаптар болсын. Енді обычный күнделікті өзіңіздің емес, жалпы 1-2 андай сабақ сұрағым келеді. Мысалы, айттым ғой, бүгінгі эфир не спонтанный, ешқандай дайындықсыз, просто от души 2 подруга сөйлесіп отыр дедім ғой. Мен сізге мынандай бір сұрағым неткім келеді, ұсыныс. Обычно үй жағдайында, енді кейін профессионалға сізге бармай тұрып, амада сознание келу керек қой. Бала шешім шығармайды ғой. Маған педагог керек, маған диагностика жасату керек, маған үйту керек, бүйту керек деп сұрамайды ол. Анасына бірінші түсінік керек. Сонда баласының сверстниктерінен түсіп бара жатқанын, ақыл-есінің дамытуына тағы қандай үлес қоссам дейтін 1-2 мүмкін техника үйде. Ана өзінің зеректігі болады ғой, зерек аналар болады, жаңағы барометр деп айтамын, өлшейді баланы. Біліп қояды қай жері әлсіз. Бірақ түсінбейді қалай көмек беремін. Сонда 1-2 техникасын мүмкін өзі істеп көрсе, сосын түсінсе, оған педагог керек. Жоқ, былай өзін педагогсыз-ақ былай да дамытып жүруге болады деген сияқты бір сондай аналардың сабаққа қатысты, именно нейронын дамытуы деген сияқты. Енді бала тәрбиесіне күшті эксперттік сабақ сізден сұрайын. Бұл сабақ балаларға емес, опять же аналарға болады, да? Қызға айтайын сізге. Негізі есіңізде ма, мен жаңағы қай уақытта біз
мақсаттармен эфирге шығып едік қой. Аха. Есіңізде ме? Мақсаттармен эфирге шықтық біз. Разбор Сол кезде бір личности болды. Разбор личности деп аталады. Разбор личности, да. Мен сізге сол кезде мен айтып едім ғой, мен Алла қаласа осындай мақсатым бар. Өйткені бізде ананы оқытпаса, анаға түсіндірмесе, баламен жұмыс жасау оңай. Қазіргі уақытта ата-аналармен қиын ше. Баламен жұмыс жасау оңай. Ол балаға жету үшін анаға жету керек қой енді. Соответственно, менде ол ой жаңағы бұрыннан болатын да, бірақ мен өзімді айтып отырмын ғой, ходячий библиотека болатын мен. Көп нәрсе оқыған, жұмыс жасаған, практика өте көп, бірақ ходячий библиотека, жаңағы сыртпен бөліспеймін. Өз-өзіме қаншама сарафанкамен жұмыс жасап, қаншама очередьке тұрып сөйтіп жүремін де. Бірақ сол жаңағы барлық алған білімім мен практикамды бір шағын бір кішкентай марафон курс ретінде ұйымдастырамын деп айтқан едім сізге негізі. Соны мен, кстати, мақсаттарымен жүзеге асырып жатырмын. И оның полностью макеті барлығы дайын. Өйткені оны біздің жаңағы кураторларымыз да біледі. Біз жаңағы Астана қаласында шағын өзіміз мастер-майнд құрып алғанбыз. Соны айтыңызшы сіздер. Айтып отырмын ғой, біз деген жаңағы не жасадық қой. Сіз енді сол момент айтып жүрсіз. Жаңарулық, мен қазір қыздарға айтайын. Түсіндіріп. Мен Астанаға бітіру кешіне барам ғой. Бұл кісілер отзыв береміз деп, алғысымызды айтамыз деп келеді. Бізді күшті күтіп жібереді менің командаммен. Жаңағы ресторандарын апарып, сыйлық, әлі пайдаланып жатырмыз ше, ол сыйлықтарды. Бір бітпейді. Есіме каждый раз сіз түсесіз да. И сол кезде келген қыздар түседі, 15-ші поток. И бұлар жатырқамай еще бітіріп кеткен, мысалы үшін Диана 10-шы потокта, 12-ші потокта, 11-де бітіріп кеткен қыздар да қосып алған ғой. Астана қаласында жаңарулық қыздардың, жаңару тренинг бітірген қыздардың клубын ашып алды десем болады бұл кісілер ше. Назира мысалға расширение жасап, новый офисқа көшкен кезде басқа бітіруші қыздар, мен соған қатты бір риза болдым да, Аллаға шүкір деп ше, единомышленниктер ғой, бәрі бітіруші қыздар. Кездесіп, біреу самсасын пісіріп әкеп, біреу бір заказын әкеп, біреу көмектесіп ана жерге ұйымдастыруына. Өте қатты риза болдым сіздерге. Кейін бұл кісілер қазір айта қойсын. Мен үлгермей жатырмын. Ашылу ғой енді, ашылуда қобал жейсің, жаңа макияжым бар, алып кететін заттарым, балаларымды орналастырып жатырмын, балаларымды апарып тастап отырмын. Менде еще мастер-класс болады ашылуға дейін, бәрін ұйымдастырып қойғам. Бірақ ана стол туралы қыздар маған чаттан, өзіміз чатымыз бар ғой, сол қыздар маған айтады, бір ауыз бірдеңе жаңа уайымдама, біз бәріміз өзіміз жасаймыз. Менде андай болды ғой, қалай деген сияқты, бір-ақ рет кездестік қой енді біз. Қалай, енді шын ғой, ойланасың ғой, енді қалай ол, сосын мен ұялып бара жатырмын. Жоға, былай сөйге, жоқ, біз өзіміз келеміз, ұйымдастырамыз бәрін деп, барлық қыздар жаңағы жиналып, ақшасын жиналып, жаңағы жасап, Сания бізде повар ғой, сол кісі жасап, Диана ертерек келіп, Аял мен жаңағы Маржан келіп, мен келмей тұрып, қыздар келіп алып, столдың бәрін жаңағы фуршетный стол жасап жатыр ше. Менде ана сол күні до такой степени благодарностьтан жүрегім ұшып кете жаздайды ғой. Мен кәдімгідей түнде келіп, ғұсылымды алып, қуанып, не возвышайся, Назира, түс деп, не возвышайся, бұл саған Аллахтың мейірімі деген сияқты. Мейірімі, сіздің от душылығыңыз ғой, өзіңіздің аузын ашса Назираның жүрегі көрініп тұрады. И соған Аллахтыға беріп жатыр. Сол кездесуден кейін біз ауызашарда кездестік. Сосын ауызашардан кейін қыздармен давайте осы біз енді мақсаттармен жұмыс жасап жатсыңдар ма деп мен андаймын ғой, жыбырлап баста не істеп жатырсыңдар деп. Содан кейін менде идея болды, давайте бір-бірімізге қолдау жасайық, мастер-майнд болсын. Келіп, жай әңгіме айтып кету, былай бөлек қой енді. Ал мақсатпен жұмыс жасау, адамға адам керек бәрібірде. Когда сенде бәрібір орта бар, тем более бір білімді алған ортамыз, уже бір құндылығымыз бір, давайте кездесіп, осылай жасап көрейік деп. Сөйтіп сразу сол мезетте біз еще ыңғай андай. Все, ертеңге центрға келіп алдық. Мен учебный центрға кешке жақын. Мынау шайларымызды ішіп алдық та, түні бойы, сенесіз бе мені? Кешкі өтірік айтпасам 6-7-де келдік те, таңғы 4-ге дейін отырып, по целям
поцелим разбор жасадық бір-бірімізге. Отырып, міне қазір жалпы қыздар куәгер ғой. Отырып поцелим жұмыс жасап, осы апта, келесі апта қандай цель жазамыз деп бір-бірімізге осындай цель қойып, сосын қазір жаңағы эфирге өз-өзімізге шығамыз да, и поцелим тексереміз. Не істеп жатсыңдар дейді. Сөйтіп. Соң жақында тағы да бір кездесіп алдық. Тамаша, вообще сөзім жоқ. Алхамдулилля. Бүкіл мақтаулар енді әлемнің раббысы Аллаға тән ғой. Бірақ енді сондай бір қыздардың бір-бірімен танысуына себепкер болып жатқаныма жалпы қуаныштымын. Сіздерге де Алла разы болсын. Бір-біріңіздің қолдауларыңыз күшті бола берсін. Мынау бізде де Қарағанды қаласында ашып қойғанбыз клуб деп қыздар. Сіздерге де Мақпал ханым идея. Бәрі бір 30-40 қыздың бәрі қажет жоқ. Ішінен бір 15-10 қыз болса, жанып тұрған. И ол кейін басқа қыздар да сіздерге қосылады. И это единомышленник орта деген ол керемет, ол жерде өсек айтуға уақыт жоқ, обсуждать етуге уақыт жоқ, чисто по целям. Еще олар құндылығы бар. Біреудің қателесіп бара жатқанын көрсе, қой, басыл, мүмкін бірінші нан істеп ал, сосын істейсің. То есть дұрыс ақыл да бере алады да, өйткені бәрі зәру білімді өткен. Өте тамаша. Енді давайте соңғы сұрақ қорытындылайық. Енді бәрі бар дейдік қой, енді бала тәрбиесі жүріп жатыр, мақсатпен жүріп жатыр, тыныштық келді, рутина реттелді. Жаңа тіпті ата-анамнан алылмаған білімді алдым деп жатасыз. Внутренний состояние өзгерді, проработкалар болды. Енді осы күнге дейін психологпен жұмыс жасасаңыз да, одан больше, мүмкін содан кейін де шығар сізге былай жеңілірек болған шығар деп ойлаймын да, жаңа либо өзіңіздің ниетіңізге байланысты. Енді соңғы сфера қалды. Күйеумен қарым-қатынаста не бар? Енді бұл тренингте бүкіл ажырасайын деп жүрген қыздар келіп жатқан жоқ қой. Тренингпен қарым-қатынаста, күйеумен қарым-қатынас это күнде болу керек. Вот қандай результаттар алдыңыз? Жалпы негізі бізде туай жалпы жолдасымызбен отношения күшті де негізі. Өте жақсы. Біз бірге біз отношенияға жұмыс жасайтын отбасымыз негізі жалпы. Осындай сондай білімді болып. Бізде бірақ мына нәрсе болатын. Жолдасым көп уақыт жұмыста. Сол анализ жасаған кезде мен енді жоқ қой, енді менің жаңағы анализ жасаймын ғой, мына күнімде жоқ та, күйеуім жоқ. Екінші күн жазам, тағы жоқ. Үшінші күні тағы жазам, жоқ. Содан кейін енді уже уақыт өте келе, уже ақырын айтасың ғой. Айналайын, мен күнде отчет жазам, білет мен жаңа тренингке қатысып жатқан бәрін білет. Бізде айтып отырмын, бізде андай жоқ. Жасырып қатысу, жасырып рассрочка алу деген тема жоқ вообще. Мен бәрі бізде на чистоте. Как есть айтам мен, осындай білім, маған осындай керек деген сияқты. Ол менің бүкіл оқыған курстарымды бәріне жақсы қарайды. И ол білет, что бірдеңені оқып атсам, значит, не зря дегенді білет да. Сонымен соны оқып жүріп, соны жолдасым айтам ғой, осылай. Жаңағы мен енді көріп жүрмін ғой, енді оны көрсем де айтпай жүрдім, жарайды дей салдым, бірақ күнде анализ жасаған сайын болған сайын күйеуім жоқ екені кәдімгідей жүрегіме батып, күйеуіме айттым ше. Біраз 1-2 аптадан кейін айттым, мен осылайға күнде жазам отчетта. Действительно, сен біздің өмірімізде жоқсың. Жаңағы болады ғой, жанталасымен, өмірімен, бірақ ертеңгі күні отбасыда ақша емес қой в приоритете, сен білесің ғой. Біздің екі жақтап тауып атқан ақшамыз бір тиын, егер біздің арамызда мұндай жоғалып кетпесінші деймін да, осы жылулығымыз, махаббатымыз деген сияқты сөйтіп жеткізіп, содан міне шын айтам, Аллах тағала куә, ол айтқаннан кейін бірден болмаса да, бізде жолдасымыз андай ғой, сол уақытта дейді да, біраздан кейін ойланып, сосын жаңағы дәнді сіз айтқандай сеуіп қойып, сосын біраздан кейін бүгін ертерек келем, жаңағы біз бүгін бітем, бүгін сөйтем деп қызына уақыт бөліп, жаңағы свиданияларымыз бар, сондай мақсатымызды бірге қойып, январь кезінде сондай нәрселерді көп жасап, бірақ жылулығымыз негізі одан сайын артты деп сол айтып отырмын ғой, бар еді, одан сайын артты. Мен центр ашатын кезде мен жолдасымның қолдауын өте қатты ақшалайды, жалпы сол кісінің арқасы ғой. Сол кісіге лента кестірдім, өйткені ол жақта күйеуім болмаса мен вообще түкте істемес едім. Мен сол
бәрін тоқтатып қойып, енді менің ата-енем үлкен ғой жасы. Тәрбие деген бойымда бар, бірақ мен айттым, ренжімеңіздер, мен жолдасымды биік көрем. Өйткені онсыз мен ешкім емеспін. Мен жаңағы оның жанында мындай деп сөйтіп лентасын жаңа жолдасыммен не істеп, сонымен сол отношенияға әсері сол біздің жаңағы анализ жасау арқылы отбасымызға көбірек уақыт бөлдік. Одан кейін оның росты да байқалды ақша жағынан. Өйткені біз ана нені көрдік қой? Білесіз, киноны көрдік қой, военная комнатаны ше, есіңізде ма? Военная комната. Сол мен айтып тұрмын ғой, мен айтпай өзімше мақтап қояйыншы, өзім ақылды қыз болғаннан кейін. Негізі ол военная комната менің бұйымда жүретін, өйткені мен естейтінмін дұға жасау деген сияқты ше. Бірақ өміріме енгізіп бастағаныма бір жыл бұрын мен ақырындап істей бастадым. Мен күнделікті жасаған жоқпын дұғаны ше. Өйткені білмеймін, біз жанталаспен кетіп қаламыз ба. Военная комнатаны бірінші рет көрдім сол кезде мен. Тренинг арқылы көрдім мен. Жалпы естімеген едім бұған дейін. Сол кезде бізге тапсырма болды. Военный билі қыздар айтты ма, біреу есімде жоқ. Мен сразу хоп деп ана киноны көрдім. И ана кино маған өтті, кәдімгі күшті өтті. Соны мен еще практика адам болғаннан кейін сразу практикаға қолдана бастадым. И мысалға қиындық болып жатар ма жолдасымда, и сразу дұға жасаймын. И сол дұға арқылы жолдасым мысалға ақырындап кәдімгідей жоғарылап, сөйтіп жаңағы бір проект алып, сөйте бастады. Мен еще нелер де бар, менде фотоотчеттарым өз-өзіме жасаймын ғой енді. Мен жаңағы бір проектті бітіріп, мен оған кәдімгідей сюрприз жасап, күшті күтіп алып, жаңағы мантымды, немді, енді ол обычный день басқаша ғой, ол өзі өмірінде бірінші рет биіктікте бір проект алған еді. Соны мен оған поддержкасын беріп, сөйтіп, сондай бір күшті моменттер болған сол жолдасымен сол кезде, тренинг кезінде. Кәдім ұшып кете жаздадым, өйткені мен қолдауды көп білдіре қоймайды екенмін. Ол маған көп береді маған, махаббатын да, мейірім де. Мен анауына, как вот біз айтады ғой, Аллах тағала айтады ғой, жылап алайын мен, сайта бер. Біреуден бірдеңе, біз өмірі біреуден бірдеңені жаңағы күтсең дейді да, ол саған обычный нәрсе болып көреді дейді да. Ал сен егер Аллах тағала айтсан, мысалға, таңертең туған күнің дейді, мысалға, бүйтіп айтады да, таңертең туған күнің, сен таңертең тұрып, ниетің, мен туған күнім ғой, мені бәрі құттықтау керек десе, онда саған кез келген адамның жазғаны бір міндет сияқты болып тұрады. Дұрыс қой, енді жазу керек қой деген сияқты ше. Ал сен таңертең тұрып, Аллах тағала бұл менің емес, сен мені жараттың ғой, бүгінгі мақтаудың бәрі саған деп ше, сөйтіп призмаңды ауыстырып тасасаң, яғни ешкімнен ештеңе күтпей. Сол кезде саған біреудің бір жылы сөзі чудо болып көрінеді дейді да. Яғни сенің жаңағы мен сол кезде мысалы жолдасымның мына анализ жасау арқылы не түсіндім, өзім көбірек маған береді екен да, мен не беріп жатырмын деген сұрақ болды да, не беріп жатырмын мен деген сияқты. Мен жаңағы бір жақсы нелер, біз ана бір-біріміздің жақсы қасиеттерімізді жаздық қой. Сол кезде анализ келді маған. Көрдіңіз бе, мен сол кезде анализ жасап, сосын жаңағы өте деп артынан уже сразу қателігімді көрдің. И сосын уже сен жаңағы әрекетіңді жасайсың ғой. И результат бірден. Онсыз да сізді әйелді қадірлейтін, жақсы көретін еркекке сәл бір қанат. Мен айтайын ба жаңағыдай, ол еще сіздің тыныштығыңыздан келді. Тренингті басынан ол, почему күйеуіммен отношения соңына қоям. Бірінші рутинаны қоям, үйретіледі, тынышталады, құттықтап талып құсап айғайлай бастайды. Әйел адам тыныштала бастайды. Айғай азая бастайды, нервісі басыла бастайды, бас ауруы кете бастайды. Содан кейін үйіне тыныштық келгеннен кейін уже күйеуі оны да сезеді, ол ақымақ емес. Көріп жүр күнде көріп жүр, ол сен жуылмай тұрған ыдысыңды да көреді. От души берген тамағымды да көреді, бала үшін тырысқанды да көреді. Олар енді өте мудрый бізге қарағанда даже. Содан кейін Аллахтың қалауымен олар не істейді? Одан кейін біз миға тыныштық әкелдік. Ішкі жан демізге тыныштық келді, блокнотқа түсті, мақсаттар жазыла бастады. Қадамда біз четкий алдымызға 5 жылға, 3 жылға, ближайший 1 жылға біз картамызды сызып алдық. И сол кезде миға тыныштық келді. И ода тынышталады, әйел тынышталған кезде изобильная бола бастайды.
деп айғайлап, күніне недоволен, айғай, бәрі кінәлі, сен өзгермегеніңе біреу кінәлі, күйеуің кінәлі, енеңмен не повезло, соның бәрін сенің өзіңнің сол призмаң, сіз айтқан сөз сияқты қарайтын болсаң, күйеуіңді жол жабыла бастайды, ақшасында береке болмайды, жасап жатқан несі проектісі құриды, заказчиктері лақтырады, в общем, жолы болмайды ол еркектің. И когда сен тынышталған әйел болған кезде, күйеуінің жолы ашыла береді. Сосын бір болады ғой, сол кезде еркектің ол жерде мудростіне байланысты сол әйелін, изобильный әйел отбасына ақша келеді десем, артық айтқаным емес. Дұғасымен, разылығымен, шүкіршілігімен, тауып әкелген 100 мыңына разы болса, ол ертең кейін миллион болады да, иншалла. Соған кезде қадірін білмей, еркек әйел тастап кетіп, басқа бір сол изобильный әйелдің қадірін білмей жататын кез болады ғой. Изобильный әйелдің қадірін білмей ажырасқан кезде еркектің өмірі быт-шыт болады. Тауып алған көңілдесі де онша болмайды, балалардың алдында авторитеті түседі, очень бол еркек ертең қартайып 60-қа келген кезде сол бірінші әйелін іздеп жүреді. Ол сол кезде түсінеді, иә? Ол өте бір-бірімен енді жизненный философия бұл нәрсе. Оны еркектер де дандайсып, жаңағы ол да сол айтады ғой, қадірін біліңдер әйелдің деген хадистер де Құранда да, исламда да соны үйрететін сол. Ал енді сол еркегің бірінші бақытты, өскен, өнген, жолы болған еркек болу үшін әйел изобильная болу керек. Әйел. Сол әйел изобильныйсқа қалай келеді? Тайм-менеджмент арқылы келеді. Ал сіздер осы кезде айтады, ал енді маған ақша тауып үйретпейсің деген әйелдерді мен осылай айтқым келеді да. Сен күйеуіңнің жолы ашылатын әйел болғың келеді. Алла қаласа. Сосын мына кезде айта беріңіз. Ақша табатын әйел деп айтамын деген ғой. Бір кезде жаңа айтып алыңыз, сосын мен сізге келесі не дедім. Нені жаңағы айтайын дегенім, ақша табатын, жаңағы сізге мысалға былай келеді ғой, иә, мысалы ақша табуды үйретпейсің ғой деген әйелді мен ойлаймын, ол әйелдерге мысалға болды ғой, жаңа айттым ғой, міне, олар келеді бәрібір, айналып келеді, понимаете? Осы кезде ол жаңағы құндылық шатастырған адамдар көп болады ғой енді. Біз айтып отырмыз ғой, біз қазір неге мысалы заман жылтыраған заманнан қазір біз уже алыстай бастадық, байқайсыз ба? Мысалы жаңағы настоящий, мысалы живой контент, жаңағы живой өмірді бағалай бастадық. Уже мынау шырмауық бар ғой, адамның көзіне шырмауығы шешіле бастады да. Адамдар уже кәдімгідей айыра бастады. Қайсысы құнды, қайсысы құнды емес. Сен жаңағы жылтыраған әдемі үйде тұрсаң да, ол жерде жүрегіңде жылулық болмаса, оның бестіген ғой мысалға. Тауып атқан миллиондарыңның жаңағы құны бірақ дейінше, егер сен жаныңда бір анау айтады ғой, қап-қара шалы маман болсын деген сөз сол ғой. Қасында жаңағы бай маман болсын дейді. Иә, соны айтайын десем айта алмай отырмын, ана менің қазақ мұғалімдігімді мен айта берейін. Сондықтан ол енді мойындаса да сол, мойындамаса да сол, ол адам қазір мүмкін сол келмей қалып сөйтетін шығар, приоритетін ауыстырып. Бірақ күндердің күнінде Құдай сақтасын, әрине, Аллах тағала бір шапалаған берсе, ол адам сол кезде ғана түсінеді да, ол әрине өкінішті ше. Өйткені адамдар кейде сол шапалаққа жеткізбей істесе жақсы ғой. Соны жеткізеді ғой, сосын жеткізеді, сосын барып саусағын тістеп отырады. Жоқ, көп жағдайда ол бала болсын, ол күйеу болсын, кейбір кезде мысалы баланы Алладан бәлен жыл бойы сұрап алып, бірақ ана бала бір нәрсе жасамай қалса, бір ана баланы сұрамаған адам сияқты қылып жаңағы ұрып соғып сөйтеді ғой. Бірақ Құдай сақтасын, ол баламен сынамасын дейміз ғой біз. Сондықтан көп нәрсенің қадірін адам кейін бірақ түсінеді ғой. Сондықтан ол әйелдер келеді деймін да, келеді ол әйелдер. Иә, келмесе де өздері біледі. Келмесе де өздері біледі. Енді бұл жерде енді ойланып отқан қыздарға айтыңыз дегенім ғой, бұл жаңағы мысалы қай курсты бірінші алайын дегеннен шықты ғой, жаңағы ақша табатын курс па, әлде былай ма деген. Өмірімді реттейін ба, зәру білім алайын ба деген. Ол ақша табатын курсты кейін келеді. Көп қой, миллиондап кредитке қарызға кіріп алып, продюсированиен оқимын дейді, аннан оқимын, центр ашамын, бизнесмен боламын деп, продажа нешетір оқып алады, істей алмайды. Неге істей алмайды? Мен өзім таң қалам, кезінде жұлдыз Ақболат өмірімде Қазақстаннан алған жалғыз ілімім болды сол. Бір продажа кезінде көрейінші осы сатуды деп ше.
Жұлдыз Ақболаттың бір несін аламын, оның өзімен вообще қатысымыз жоқ. Жұлдыз Ақболат звезда, біз үшін ол недосягаемый біреу. Сонымен бір чатқа қосады, 23 адамды, арамызға бір наставник береді. Аптасына бір рет шығады прямой эфирге бізден спрос алу үшін. Мен айтайын ба, 23 қыздың ішінде жалғыз менде результат болады. 23, оның ішінде жігіттер де бар қатысып жатқан. Бәріміз бірдей ақша төледік. 2 апта 79 мың теңге төлеген мен 2 аптаға. Мен и так істеп жүрген нәрселерімді істедім, конечно, техникаларын пайдаландым бірге бір. Правда, сол кезде мүмкін үйрендім мен. Сторис шамалы не, пайдаға асырмайды ғой, кез келген нәрседе ілім алуға болады. Но сен вопрос в том, что ты вообще готова ол нәрсені бірге бір істеуге. Сен басқа өмірің реттеліп тұрма, сол алған біліміңді нарыққа пайдалануға деген сияқты ғой. Алып алады, оқып алады, еще мен оқыдым, тойдым, неше түрлі курс оқыдым дейді. Біреу оқып жатқан жоқ оны. Просто ақшасын төлеп, кейін қарап аламын дейді. Ол ондай деген нәрсе болмайды да, мысалға сол результат, мен соны айтайын жатқан, бәленбай миллионға курс алсаңыз да, пока сіз дайын емессіз ба? Күйеуіңізбен қарым-қатынаста қолдау жоқ па, жаңағыдай гармония жоқ па, өзіңіздің неше түрлі установкаларыңыздан айырылған жоқсыз ба, ақшаға деген қарым-қатынасыңыз жоқты, барды бағалауды, жоқты бағалауды үйренген жоқсыз ба, сіз бизнесқа бармай ақ қойыңыз. Сіз үйдің ішіндегі баланың тәрбиесін реттеп алған жоқсыз ба, сіз бизнесқа бармай ақ қойыңыз. Қателесесіз, оның арты ажырасу болады. Үлкен ажырасу болады. Мен соны жеткізгім келеді, шырылдап, мен соны. Мен тегін апта бойы беремін, шырылдаймын, и мен айтамын, я есть, келесіз ба? Пожалуйста, келіңіз. Бұл білім сізге керек. Сізге Аллах Тағала внушать етіп, почему-то бүгінгі эфирде отырсыз, жайдан жай отырған жоқсыз бүгінгі эфирде. Жайдан жай сізге таргет шыққан жоқ, жайдан жай сіз оны кликать еткен жоқсыз, жайдан жай чатқа өткен жоқсыз, жайдан жай тегін аптаға қатысып, 3 жыл қатысып жатқан қыздар бар, Назира, сенесің бе? 3 жыл. Каждый тегін аптаға қатысады еще. Дальше келмейді. Оның неше түрлі сұрақтары бар. Ақша жоқ деген өтірік қой. 3 жылда что нельзя собрать, что ли? Өтірік ол нәрсенің, ақша жоқ деген нәрсе. Просто ол адам өзімен жұмыс істегісі келмейді. Уақытша тегін аптаның нәрселері болады, уақытша бір болады, батып бара жатады ғой, тұңғиықта ол. Батып бара, өмірі быт-шыт, хаос, күйеуіне ренжулі, бала шағасы, ата-енесімен қырылады, өзіне күні бойы қарызда, мысалы үшін. Анда-санда тегін аптаға келіп бір демалып алады да, тыныстап, қайтадан келеді 3 айға. Күтіп жүреді, чаттан шық деймін мен, ұрсам. Неге отырсың? Келмеш, чаттан шықшы. Қатыспайсың ба, пожалуйста. Неге отырсың? Десең, еще чаттан шықпайды ғой. Өшірсең ренжит, жазып, мен қайтып қосып қоям. Сонымен айтамын, жарайды енді, бұл да менің құдайымның, Аллах Тағала енді соған мені сол үшін де пайдаланатын шығар, уақытша бір тынысталу үшін, ойымды сол үшін де мүмкін білімнің садақасы болып есептеле берсін деймін да, қайтып қосып қоямын сол қыздарды. Енді бірді айтып бірге айтатынбыз, давайте қорытындылайық. Жаңа Баха айтып жатыр, что сіз ең бірінші потокта задание береміз ғой, жаңағы шетір күйеуінің қасиеттерін жаз, ақымақ әйелдер туралы сабақ береміз, күйеуің кетуі мүмкін портрет жазамыз, одан кейін жаңағы осознанно өмір сүруді үйренеміз, қадірлей бастаймыз, құрмет көрсету, иә жаным, неше түрлі техникаларды береміз. И соның ішінде бір үлкен задание беремін мен, свидание жасау деген күйеумен. Как көңілдес ретінде. Хочет, кез келген еркек хочет тығылып бір жерге барғанды, ешкім білмей біреуден жасырғанды, сосын жаңағы нәрсенің бәрін оны. Вот сол отношенияны хочет ол. Соны сіз ең алғаш потокта берген сіз дейді. Солай ма? Иә. Қалай өтті, қалай жасадыңыз оны? Примерно шет жағасын, бәрін айтып қажет жоқ. Жоқ, мен анау не ғой, практика адаммын ғой өзім. Практика адам болғаннан кейін, анау алған нәрсені білу деген бөлек, істеу деген бөлек. Егер сен ол білімді істемесең, сен онда білдім деп айтпай ақ қой деген ұстаным ғой енді менде. Иә, өте тамаша. Жалпы мен не істедім? Жаңағы жолдасымды айтқан жоқпын свидание жасайтынымды. Мен постоянно жаңағы анда-мында жұмыстармен кетке аламын ғой, енді попроситем ғой, қала тош балалармен деген сияқты. Сонген өзім үйден ол кезде бірақ ақшаның реті басқаша болды енді. Андай бірдеңе жалдауға бір мүмкіндігім болмады да, шамам да болмады. Ол кезде жаңағы барлық нәрсем ремонт немен басым қатып жүрген кез ғой енді. Жаңағы помещениямен. Сонген бірақ ананы жасау керекпін.
анау галочка қойылмағанша не могу успокоиться. Сонымен жасағым да келіп баратыр ше. Содан мен деген мынау біздің жаңағы ЖК-мыздың жақын жерден бір күшті өзім іздеп жаңағы бір однокомнатный квартираны алдым, жаңағы жалдап. Содан кейін сол жерден өзім үйден барлығын алдын ала заказ беріп қойдым. Свечамды, бірдеңемді жаңағы. Сондай бір күшті бірдеңе ұйымдастырып қояйын деп. Сондай заказ беріп қойдым, дайындалдым енді бір апта, қатты емес. И то қатты дайындалмадым, жай деп. Шамам жеткенше жаңағы. Содан кейін сөйтіп жаңа дайындалып алдым, рюкзагыма бәрін салып алдым ішіне. Жолдасыма көрсетпеу керекпін ғой, сол сюрприз қылып жатырмын ғой. Содан оған айттым, мен қазір жұмыстарыммен шығып бара жатырмын. Осы балалардың қасында қала тұршы деп. Содан жарайды онда деп сөйтеді да, ол мен подругалармен кетіп бара жатыр деп ойлады. Содан мен заттардың бәрін алып алдым да шығып кеттім де, өзім спортивный киіммен шықтым да, ана жаққа барып киімдерімді бәрін киіп алдым. Киімдерімді бәрін киіп алдым да, ана екі рюкзак алып алғам ғой еще. Бәрін стаканы бар, бірдеңесі, бәрін алып шығып, күшті қылып жасап, свечасын бәрін жасап, содан бір 10-15 минут бұрын ертерек жазып жүрдім. Енді бір ЖК ғой, мына подъездге, мына квартираға тез кел деп ше. Содан деген, еще онда андай, мен ойлаймын, кейде ол қырсық қалады, кейде не істеп қалады, может бірдеңе деп айта ма деп, сосын жоқ, ол все деді да, ұшты сразу 5-10 минутте. Ол как будто сол нәрсені күтіп жүргендей. Содан маған айтады ғой, тура сіз айтқандай, бір тығылып, бір любовницама келген сияқты отырын деп ше, сөйтіп таң қалады ше. Содан кейін өзі еще андай көзі ойнаң етіп бар ғой, бірдеңе бүлдіріп қалған сияқты, бір жас бала сияқты сөйтіп. Сонымен сондай свидание жасадым. Күшті болды енді, приятно болды оған. Кәдімгідей әңгіме соғып, біраз уақыт жаңағы не істеп, біраз уақыт жаңағы болды ғой, бір жеке қалмай, бір адамға сол бір жетпейді ғой, бірге сөйлесіп, біз енді баланың жағдайымен жасаймыз ғой үйде болған кезде. Бір ондай моменттерде адам өзі бір тыныш тоқталып, бір жолдасымен бұрынғы бір андай қыз бен жігіт сияқты ахаха ихихи деп әңгіме айту ғой, сол жанымызға керегі ше. Сол сөйтуші соны қыздардың чатына жібердім ғой. Келесі күні қыздардың чатына жіберіп сөйтіп, қыздар жасаңдар деп. Мен сразу еще чаттан прикол ұстап сөйтіп отыратын қызым ғой. Анау сөйтіп отыратын. Чатта активный отыратын. Сол сөйтіп жасам. Алла разы болсын, бақытыңыз баянды болсын, ақылдымын деп отырсыз ғой, расымен өте ақылдысыз. Өте ақылдысыз. Аллах тағала сіздің отбасыңызға мейірімін төгіп қойсын. Екі дүниенің бақытын беріп қойсын. Жәннаттық әйелдерден етсін. Хадиша анамыздың көршісі болдыңыз. Хадиша анамыздың көршісі болу деген пайғамбарымыздың көршісі болу дегенсіз ғой. Иә, фирдаус жәннатта болыңыз. Отбасың үшін жасап жатқан еңбегіңіз ертең Аллах алдында қайтарылсын. Бала шағаңыздың алдынан қайтсын дейді ғой. Ең күшті дұға, ең күшті тілек сізге бала шағаңыздың атынан қайтсын. Және жаңағы ұсынысым, енді бүкіл өзіңіздің жасап жатқан тренингіңіздің бәрін тегін беріңіз деп айтпаймын, бірақ бір техникалар берсеңіз, мүмкін содан кейін сізге барар қыздар. Эксперт ретінде өзіңізді таныстыру бұл бір жағынан. Пайдаңызды бере отырып, мен берген тегін аптада беретін сияқты. Кейін бірақ толығырақ жұмыс істегіңіз келсе, әрине менің өтіңіз дегенде рекламада жасасаңыз болады. Себебі бізде стилистен 3 бірдей сабақ бар мысалға. Бар ғой, сіздерде өткізді ғой, цветотип, одан фигура анықтау, пирог сияқты бөлу, өзіңе не жарасатынын көру, көзіңнің түсіне шейін анықтау деген сияқты сабақтар берді. Бірақ қыздар ішінде болады өзі бір, мен уақытым жоқ, жұмыс істеймін, маған давай разбор жаса деп, 60-70 мыңға өзінің разборын сатып жүр мысалға Аружан. Ал ол бізге кезінде тегін деп берген білімі. Ал енді ақшасы жоқ қыздар, алыста тұратын қыздар, или өзіме керек жоқ, енді мүмкіндігім жоқ деген қыздар, сол 3 сабағының өзінен ақ өзіне разбор жасай алатын халде болды. Уже баласына бір нәрсе бере алады. Вот честно, сенде стилист туралы сабақ болған кезде сен не только өзіңді, сен уже қызыңа да үйрететінің болады. Қазір еще қызыңыз әлі сіздің кішкентай, уже 10-нан асып 11-12-ге келген кезде киіне бастайды. Сол кезде сен уже мама қойшы, сен білмейсің дегеннен гөрі маманы жараса ма деп сұраса, значит сен авторитетің бар. Біз уже бала 10-дан асқаннан кейін ұрып, соғып, айғай шумен тәрбие бере алмаймыз. Біз тек қана авторитетің бар ма, сонымен ғана әсер етесің, болды. Ол авторитет сенің өзіңнің сол берген вложенияңмен кейін шығады. Енді не айтам? Қыздар, сіздерге эфир ұнады деген ойдамын. Өздеріңізге пайда алдыңыздар деген. Айта ғой. Тілегімді айтайын. Енді мен өз қимаймын, өзі бар ғой, қимайсыз ғой бәрібір. Енді әлі күнге дейін бүйтіп айтам, отзыв көп болады.
менен точно деп ойлаймын енді, Аллах иншалла, бұйырса. иншалла, өсе Иә, беріңіз. жаңағы сіздің ұсынысыңызға мен шынымды бұл мен үшін де өте бір жақсы мүмкіндік. Мысалы, өйткені мен де сіз сияқты бір болады ғой, қазақтың бір кез келген несі, жаңағы жанашыр бір әйел азаматым, шынымды айтайын. Өйткені бұл өмірде жаңағы не деген бар ғой, потребность, адамның потребительский отношенияны өзім қатты жақсы көрмеймін. Обязательно жаңағы ақша болса кейін, ондай болса кейін емес. Оның кез келген білімнің жаңа жемісін Аллах тағала береді деп ойлаймын. Сондықтан мен жаңағы тегін беруге дайынмын. Ешқандай жаңағы ақша да керек емес, не де керек емес. Ол менің бір разылығым деп айтсам болады. Наоборот, ол ұсыныс маған кәдімгі жақсы бір қуантып тұр да, маған сенім артып, сөйтіп жатқаныңызға. Өйткені бұл нәрсе жалпы, мысалы, жаңа мен айтамын ғой, мысалы, біз пирамида бар да, баланың дамуының пирамидасы бар ше, мысалы, жалпы. Бізде жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мына фундамент деп, тура сол сияқты баланың да дамуында фундаменті болады да. Ол фундамент өз уақытында қалыптаспаса, оның қанша академический білім берсең де, ол қонбайды ше балаға, мысалы. Тура жаңағы айтқандай, Диана айтқандай. Сол сияқты бізде де базовый потребностьтің, адамның да даму пирамидасы бар негізі. Бастапқы базовый потребность деген болады да. Осы тренинг, жалпы тайм-менеджмент, ол сіздердің базовый потребностьіңді реттейтін тренинг қой бұл. Сол кезде ғана сенің жаңағы құндылығың жоғары өседі да. Адам өзі ізденсе, негізі адамның даму пирамидасы бар. Бірінші жаңағы безопасность деген бар. Содан кейін жаңағы сондай бар, білетін шығар. Маслоу пирамидасы ғой. Маслоу пирамидасы. Я самый высший, ол вот духовностьқа кетеді де ол. Иә. Сондықтан мен ойлаймын, сізге келген адам, скорее всего, ол мына базовый потребностьтің уже жоғары жағындағы жүрген адамдар да. Өйткені ол духовность, жаңағы мен қоғамға не бере аламын, мысалға, иә. Сондай көп адамдар келеді ғой сізге негізінде. Уже қоғам деп келген адамдар көбінесе. Мен деп қалған адам емес. Уже қоғам деген ол сенің отбасың ғой. Мен отбасыма не бере аламын деп келеді да тайм-менеджментқа. Деп ойлаймын мен енді өзім. Логически ше. Сондықтан жалпы өте құнды курс. Қазір міне эфирді қазір көріп жатқан, Алла қаласа, жаңағы сақталады ғой, иә, на эфир. Сақталатын болса, қазір сол сақталған эфир болатын болса, қыздарға міне шын айтайын, ешқандай дайындықсыз, шынайы жүректен, кәдімгідей ешқандай жаңағы бір өтірік сөз жоқ. Адам өзі сезеді ғой, шын жүректен айтып жатқан эфирім. Мен өзі көп андай-мындай курсқа отзыв айтатын адам емеспін, не қояды дейді. Отзывты шынайы беріп отырмын. Рас, мен үшін де уақытым бағалы. Сондықтан мен кәдімгі осыны мен артыңыздан қуып тұрып берген отзывым ғой. Мен өзім жазамда уақытым болмай қалады. Мен шын алдында қатты ауырдым ше, өзім ұяламын еще, ой деп. Әр нәрсе өз уақытымен. Значит, Аллах осылай қалап тұр. Бүгін тыңдау керек болып тұр ғой қыздар сізді, понимаете? Бүгін эфирде ол қыздар бүгін тыңдау керек болып. Өйткені оның болі бүгін келіп тұр, бүгін ашып тұр жарасы мүмкін, иә. И соған бір бальзам на душу шығар сіздің отзывыңыз, сіздің эфиріңіз, иә, мүмкін сіздің сөздеріңіз. Бәрін Аллах білуші. Қатысу арман болып жүрген дейді. Мен вообще айтам, негізі ойлаймын да, адам өзі решение қабылдау керек ше. Когда адам решение қабылдайды, Аллах тағала оған береді негізі. Адам өзі ішінен мен қатсам деген нәрсе болса, ниетіне қарай Аллах тағала береді қарымын. Кез келген ұмтылған затқа Аллах тағала береді. И сол қатыссам ба, қатыспайым ба деп ойланып жүрген адамға мен шынымды айтар едім, сіздер нағыз қатысатын, нағыз бірінші фундаменталды курс деп ше. Осы курс ешқандай профессиональный емес, ақша табу емес. Осы курс ол сіздің жаңағы жан дүниеңізді реттілікке келтіретін, миыңызды тыныштандыратын, өмірдегі приоритеттерді қай жағынан екенін түсіндіретін. Ол адам өзі білмейді шығар қай нәрсе приоритет екенін. Мақсатты дұрыс қоя алуды да үйренеді ол жерде. Ол жерде жалғыз бір ғана рутина, жалпы рутина емес ол курста. Үй жинау туралы тренинг емес, соны айтыңызшы. Иә, ол үй жинау емес, жалпы үй жинау деген ол жай бонус қой. Просто жай бонус ол. Ол жай ғана ойнап жүріп жинайсың сен оны. Мысалы, менде де мен анау жатып қалған кездерім болды. Мен ашып, жан таласып 2 айдан кейін менде прям задыхаться етіп қаласың ғой енді. Айттым ғой жаңағы сынып қайта тұратын уақытыңыз келді. Сіз тренингтің алған білімдеріңізді сынап келдіңіз.
бір сынап алдыңыз. Мхм. Өйткені адам болған соң жан таласың бар, нең бар, сен бір шаршап, бір домалап алатын кез болады ол адамда ше. Иә. Бірақ реттелуің әлдеқайда Тез тезірек. болады. Иә. Еще өзі білесіз ғой, жалпы адамда өзінің состояниясы бар ғой. Мысалы, ол кез келген адам бір состояниеден екінші состоянияға өскен кезде жатады. Жаңағы айтады ғой, ол Плато. сіздерде плато, сіздерде плато, менің жаңағы алған білімімде де сол состояние бар да, ол жаңағы сен, конечно, сен бұған дейін нәрсең уже сен келесі қадамға ауысу үшін саған мына нәрсеге өту үшін, соответственно, саған ауыр болады ғой. Өйткені сен істемеген нәрсеңді өзгертесің да. Өзгеру деген ол оңай емес, ол өмір бақи жүретін нәрсе. Сен кемпір болғанға дейін өзгересің сен. Бір күннің бір күнге ұқсамайды ғой негізі. Өзгермей бір қалыпта тұрмын деген ол өтірік нәрсе. Сен или сен жаңа төменге кетіп жатсың, или сен жоғарыға кетесің ше. Сондықтан қазір әйел адамдарға, қыз балаларға айтатын едім, бұл білім өте керек. Кәдімгідей шынайы отзыв, міне Назира, мен сіздерге гарантирую, Аллах тағала сіздерге осындай сезім салып тұрса, ол бекер емес. Тура осы моментте сізге сол керек білім. Жалпы мен Зәру білім академиясына өте қатты ризамын. Өмірімнің соңына дейін кемпір болғанда да деп отырып рахметімді айтатын шығармын сіздерге. Сол күнге жатсын. Сол күнге жатсын. Енді шынымен қатты ризамын. Өте қатты ризамын. Менің ертең қызыма, балама беретін білім деп мен 100% айта аламын. Ол жерде жалғыз бір бағыт емес, бірнеше бағыт. Мен өзім таң қалғам негізі. Әр эфир сайын, әр білім сайын мен өзім кәдімгідей сізге таң қалдым. Бұл нәрсе Аллахтың жүрекке салып, жүректен шыққан зат болған соң ғана таң қалатындай шығар. Өйткені бұл ана болады ғой, просто так білім емес ол. Жаңағы болады ғой, бір жерден алып, көшіріп алып, кітаптан бір сондай емес, ол бұл жерге жүрек қосылған. Сондықтан бұл жерде жүректен шыққан нәрсе жүрекке жетеді ол. Егер ол жай ғана білім болса, бұндай отзывтар болмайтын еді. Егер ол екінің біріне мен анадан естігем, надан естігем деген сияқты болатын болса. Сондықтан мен ойлаймын, бұл ерекше кәдімгідей не. Біраз еще ана 3 ай болғаны де уақытта, мысалға біз ана мотивациямен кетіп қалмайтынымыз да, бір жаңағы өтіп алып, артынан жүгіретін де, одан кейін бір жаңағы плато состояниясына келіп, ары қарай тұрып, сүйреленіп, қайттан тұрып жүгіретін де сол нәрсе де. 3 ай деген ол жай ғана келіп, мен көрейінші осы нәрсені не бар екен, жаңағы очередной курс бекен деген сияқты емес бұл. Бұл сенің решенияң ғана керек, и сенің әрекетің ғана керек. Болды. Жауапкершілікті алып келіңіздер, соны айтшы, жауапкершілік. Мен құдай емеспін, мен ешкімді өзгертпеймін. Мен осылай эфирді өзімнің өмірімді сүріп, бала шағаммен, аяғым ауыр, күйеуіммен, кейде свидание, кейде ұрыс, әртүрлі. Менің өмірім обычный еріне, тура сіздер сияқты. Жауапкершілікті сіз өзіңізге алып келіңіз. Мен осыны айтамын. Бұл жерде корона деген нәрсені шешіп тастау керек. Қыздар айтамын деп, әйелдерге айтамын. Бастық болсаң да, білмеймін, 7 баланың анасы болсаң да, бір керемет бірдеңе болсаң да, должностың қандай керемет болсын, жасыңыз үлкен болса да, бұл жерде бастағы коронаны шешіп, оқушы позициясына ауысу керек. Мен білем деген нәрсені алып тастау керек, мен білмеймін, білмейтінім 99 деп келу керек. Сосын жауапкершілік әрине. Сол кезде ғана жемісі 1000% болады деп сенімді айта аламын. Сіздерге тек қана жалпы өсу тілеймін. Өсе беріңіздер, өне беріңіздер, ешқашан тоқтатпаңыздар. Міне Аллах қаласа Алматы қаласына барайын деп жатсыздар ғой. Астанада болса ұшып баратын едім. Алматы болғаннан кейін Алматы қаласына қатысам деп отырған қыздар болса, қатысыңыздар. Өте жақсы, өте керемет. Сіздер по городу, алдында айтып едім ғой, Астанада по городу жүріңіздер деп. Енді міне Алматы қаласына бірінші рет өткізейін деп жатса, соған сәттілік тілеймін. Аллах тағала өзіңіз жаңағы сұрап тілеп жатам дейсіз ғой, сол сұрап жатқаныңызға, тілегіңізге орай мына жаныңыздағы керемет командаңыз аман болсын, өсе берсін, өне берсін. Ең бастысы денсаулық деймін. Дендеріңіз сау болса, мынау беріп жатқан білімдеріңіз құнды. Ол Аллах тағала сіздерге жемісін беретініне сенімдімін. Тек қана тоқтамаңыздар деймін. Сол алдындағы айтқанда тәпесе деймін, болды. Сол басқа тілегім жоқ. Рахмет. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Рахмет сізге. Сол. Сау болыңыз, эфирден. Қош, сау болыңыз, көріскенше.
құрбы болайық, Астанамен Қарағанды 1,5 сағаттық жол. Иә, Иә, бұйырса. кездесіп тұрайық. Қарағандыға келіп жатсам, академияларыңыз оффлайн ғой, иә, сіздерде? Иә. Иә, Бақаға бір хабарласып, бір Иә. барып, беттеріңізден бір сүйіп кетем ғой, Иә, бұйырса. иә. Астанаға баратсам мен де хабарласайын. Жақсы. Сау болыңыз. Рахмет көп. Аха, Сау сау болыңыз. Ой, Аллаға шүкір, альхамдулилля. Алла разы болсын. Ля хауля ля куввата илля биллях, қыздар. Менің керемет, мен супер-пупер кереметтілігіме емес. Опять же, да, осы кезде это менің басыма корона мініп кетпесе екен деп өзімде қорқам. Аллах тағала баршаңызға енді өздеріңіз осы білімге зәру болып жүрсеңіздер, мүмкін осы білімді ойланып жүрсеңіздер, бұрыннан тегін аптаға қатысып, бұрыннан мен инстаграмды қарап жүрген болсаңыздар, міне жаңа ғана осы эфирдің алдында бір кісі тіркелді 280 мың теңгеге куратормен пакетке. Мен дейді Тамара деген кісі екен, 42 жаста. Сізді қарап жүрген 4-5 айдың жүзі болды дейді. Куратормен жеңілдік, қазір жеңілдік баға жүріп жатыр ғой, қыздар. Жаңағыдай не рассрочкамен алсам бола ма, жіберіп көрейін дедім. Мен айта алмаймын сізге бере ма бермей ма деп едім. Сонымен Аллахтың қалауымен ол кісіге жаңа ғана міне сегодня 15-тен 50-ге дейін эфирге 10 минут қалғанда одобрение береді, ол кісі қатысады. И мен ол кісіге айтамын, что сіз жауапкершілікті өзіңізге алып келіңіз деп. 15.50-де төледі бүгін. Қыздар, пока акциямен бағаға, мен сізге тағы бір баға көрсетіп қояйын. Қанша тұрады тренингтің бағасы? Бүгін тіркелген қыздарға, қыздар, пока акция жүріп жатқан кезде VIP пакет 500 мың теңге. 500 мың теңгеге сіз, білмеймін, менің неше жылдық опытымды, ал жүрген ілімді, иә, соның барлығын 3 айда аласыз да өміріңізді 180 градусқа өзгертіп кетесіз. Ол VIP пакеттің ішіне терапия кіреді. 5-ақ қыз алам, өзі білесіздер, қазір аяғым ауыр, тууға дайындалып жүрмін. 10 қыз алатынмын бұрын. Қазір 5 қыз ғана аламын. Сол 5 қызға максимальный результат беруге, және ол сізге байланысты. Маған енді мен саған жаңағыдай не деп айтатын еді? 500 мың теңгені мә деп бетіме лақтырып, мені өзгерт деген не пойдет. Сіз 500 мың төлейсіз, плюс еще еңбек етесіз. Бұл академиялық ілім. Представь, университетке бәленбай миллион теңге төлейсің, сосын айтпайсың ғой, маған зачетқа 5 қойып бер деп. Мен или өзгерт, басыма білімді құйып бер демейсің ғой. Сіз енді мұғалімнің артынан жүгіресің. Өзің еще ақша төлейсің. Өзіңде еще стипендия жоқ. Өзің еще сол мұғалімнің тапсырмасын орындайсың, артынан жүгіресің, экзамен тапсырасың, балл жинайсың, сен ең сонда еңбекті терлеп тұрып дипломыңды аласың 4 жылда. Бұл да тура сондай академиялық ілім. Маған 500 мың теңге бердің, ақниет, мені мә деп бетіме лақтырудың қажеті жоқ. Үлкен жауапкершілікпен келіңіздер. Все, ақниет, мен осы 500 мыңды өзіме сондай вложение құямын. Енді бір ол болындай проблема мен басында болмайтындай, қасыма проблема болмайтындай деген нәрсе болмайды. Бай адамның басында бұл өмір болғаннан кейін бүкіл проблема болады. Сіздің де басыңызда, менің де басымда бұл дүниеге сынақ үшін келгеннен кейін, бұл дүниеге сынақ үшін келгеннен кейін бәріміз болуы мүмкін. Бірақ сіз келесі жолға қалай реакция беруді үйренесіз. Қалай реакция беру, қалай шешім қабылдау. Балаңызбен бір ситуация болып қалды, қалай реакция беру керек. Енеңізбен бір ситуация болып қалды, қалай реакция беру керек екен. Күйеуіңізбен бір ситуация болып қалды, қалай реакция оған беру керек екен, қандай шешімді дұрыс уақытында шығару керек екенін түсінетін боласыз. Бұл академия, Зәру білім академиясының негізгі бір үлкен миссиясының бірі Қазақстанның дамуы, ұрпақтың дамуы. 7 ұрпаққа 50 жылда ел жаңа дейді, келесі 50 жылда біздің балаларымыз жасайды Қазақстанның болашағын. Біздің балаларымыз, ол біз берген тәрбиемен жасайды. Еркектікі нан тауып әкелу жұмысы. Все остальное шешенің тәрбиесіне байланысты. Одан әріде тағы бір миссияның бірі, статистика бар ғой, ажырасу статистикасын азайту. Ниет сол, Аллах тағала менің отбасым сақтап қойсын, Аллах тағала сіздердің отбасын сақтап қойсын. Сондай зәру білім, сондай деңгейдегі. Куратормен пакет, негізгі 400 мың теңге, бүгін алсаңыздар 280 мың теңгеге аласыздар. Бүгін рассрочка 12 айға бар, или внутренний бөліп төлеу бар, то есть қазір жарты ақшасын төлейсіз, тренингтің ортасына келген кезде екінші жарты ақшасын төлейсіз. Одан кейін үшінші пакет бар, стандарт пакет. Енді куратормен пакет білесіздер, жеке кураторларыңыз болады, ол сізді қолдайды, бірге жылайды, бірге күледі, кешке ұйықтатады,
таңертең қайырлы таң деп тұрғызады, сабақты қаратады, тапсырманы орындатады, істемесең штраф салады, жаттан шығарып жібереді, қайтадан қосады. В общем, сізге мақсаттарды шайнап бірге жұтасыздар куратормен бірге. Кез келген ситуация ол сіздің 24/5 сенбі жексенбі оларда демалады, ол жұмыс істейтін қыздар. 24/5 сізге доступны ол қыз. Сіздің жеке құрбыңыз, подружка болып кетесіздер әлі кураторларыңызбен. Үшінші пакет, ол стандарт пакет. Я Назира сияқты маған керек жоқ, куратордың да, виптің да. Мен өзім білем, сен мақсат только маған берші. Мен Назира айтты, практика адаммын дейді мен. Мен и так практика адаммын, мен любой жерден білім аламын, ба сразу өміріме енгіземін, менде сондай прокачанный характер бар. Маған тек ілім керек десеңіз, стандарт пакетке келіңіз. И стандарт пакетке в основном ақшасы жетпей қалған, бірақ басар тауы жоқ уже. Басын соқпаған, жар қалмаған. Я, сондай уже бітті өмірінің бүкіл бөлшегі пәшақ-пәшақ шықты. Не істерін білмей жүрген қыздар в основном ақшасы жоқ болып стандартқа келеді, сол қыздарда күшті результат болады иногда. Кез келген пакет күшті. Пакеттердің арасындағы разница ол сіздің неңізге байланысты, кері байланысқа байланысты. Любой пакетке келесіз, стандартқа, кураторға, виппа үлкен жауапкершілікпен келіңіз. Сабақты бірге бір орындаймын. Академиялық университетке оқуға түстім деп ойлаңыз. Университетке оқуға түстім бе, надо посещать уроки. Энка қойылады. Сабақтан шығарыласың. Вообще отчисление кетесің. Тура сондай система біздің осы Зәру білім академиясында. Я жылағым келіп отыр деді Ғазиза. 9-шы потоктан бері қарап көремін дейді. Келіңіз, Ғазиза, уже қараудың, осы күнге дейін қараудың, аңдудың, сомнение ұстаудың қажет жоқ. Өзіңіз шешім шығарыңыз, келіңіз, толық ақпарат алу үшін дайректке жазыңыздар, тіркелемін деп, қыздар сіздерге жауап береді, менеджерлар. Алматы қаласына келіңіздер, Алла қаласа 4 күн Алматы қаласында боламыз, 6 күні бірінші тегін аптамыз басталады, тегін апталық сабаққа қатысамыз, бұйыртса таргет қосылады, осы 1-2 күнде бұйыртса Алла қаласа. Жаңа аудитория келеді, баға басқа болады. Мынау менің бұрыннан менің подписчиктеріме, бұрыннан мені қарайтын, чаттарда отырған, инстаграмда отырған, бұрыннан менің творчествома қарап отырған, осы білімді алсам ғой деп жүрген қыздарға арнайы ұсынылып жатқан баға, кейін новый таргет қосқаннан кейін, жаңа апта басталғаннан кейін баға әлде қайда өседі. Жақсы ғой, сау болыңыздар. Эфирді соңына шейін болғандарыңыз үшін, кері байланыс беріп отқандарыңыз үшін Алла разы болсын. Баршаңыздың отбасыларыңызға Алла тағала береке беріп қойсын, сіздің өміріңізге береке беріп қойсын. Сау болыңыздар.